Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын нәзік сүзбелі бәліштің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасында еріген сары майға қантты қосып, екеуін біріктіріп араластыруымыз қажет. Жақсылап араласқаннан кейін бір жұмыртқа және бір ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Массамыз жақсы бірікті. Енді ұнға қамыр қопсытқышты қосып араластырып, барлығын біріктіріп, жұп-жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп болған соң целлофан пакетіне салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Қамыр дайын боламын дегенше салмасын дайындап қоямыз. Бізге құрғақ сүзбе қажет. Сүзбеге 2 жұмыртқа, қант, ванильді қант, жүгері крахмалы және қаймақ қосамыз. Егер сізде жүгері крахмалы болмаса, оны манка жармасына немесе ұнмен алмастыруға болады. Енді барлығын блендердің көмегімен майдалап езіп аламыз. Сол кезде біздің бәлішіміз өте нәзік болып шығады. Егер блендер болмаса, онда жай араластырсаңыз да болады. Бұл жерде ең бастысы сүзбе сусыз құрғақ болуы қажет. Енді қамырды формамызға осылай орналастыруымыз қажет. Жан-жағына бортиктер жасаймыз. Менің формамның диаметрі 23 см. Сүзбелі массамызды салып, бетін тегістеп, 170 градус қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Толық суығаннан кейін үстіне қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Сүзбелі бәліш өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп дәмді рецепттер болады. Арасында пайдалы рецепттер де көп болады. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.